Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Ахап патша сарайды аралап жүрді. Қайта-қайта терезенің қасына барып, оның жақтауына сүйеніп, жүзімдікті тамашалады. Бұл жүзімдік менікі болу керек. Ол менің сарайымның дәл жанында орналасқан. Мен оны әдемі, орам жапырақ өсетін баққа айландырамын. Ол жүзімдіктің иесіне барды. Набутай, маған жүзімдігіңді сат. Мен жүзімдігімді сата алмаймын. Бұл жер маған ата-бабамнан қалған мұра. Құдай заңы бойынша мұраны сатуға рұқсат етілмейді. Ахап қатты ренішпен бұрылып, тіпті қоштаспастан кетіп қалды. Көңіл күйі бұзылып, ол төсекке жатып қалды. Балалар, сендер қалаған затқа немесе жақсы нәтижеге қолдарың жетпеген кезде көңіл күйлерің бұзылады ма? Ахап патша ашуланып, бетін қабырғаға бұрды. Саған не болды? Езабел патшаның не мазалап жүргенін білгенде, Орныңнан тұрып, көңіліңді көтер. Мен сенің тілегіңді орындаймын. патшайым қала ақсақалдарына хат жазып, оған патшаның жалған қолын қойып, және патшаның мөрімен бекітті. Ақсақалдарға жіберілген хатта былай деп жазылды. Жиналыс өткізіңдер. Набутайды соған шақырып, оны былай деп айыптаңдар. Сен Құдайға және патшаға тіл тигіздің, сол үшін өлуің керек. Патшайымның бұйрығы орындалды. Набутай еш нәрсе күдіктенбестен жиналысқа келді. Сол күні кешке ол өлтірілді. Кішкентай күнәнің осындай сұмдық әрекетке апаруы қандай қорқынышты. Көрдің, қаладың, қызғандың, тәкаппарлық таныттың, ренжідің, алдадың, өлтірдің. Набутайдың мерт болғаны туралы хабар бүкіл елге тез тарады. Жүзімдік енді Ахаптың иелігінде болды. Бірақ ол Құдайдың бұған қалай қарайтыны туралы ойламады. Күтпеген жерден патшаға Ілияс пайғамбар келеді. Ахап таңданғаннан шошып кетті. Мені таптың ба? Менің жауым. Иә, таптым. Сен күнәға бой алдырдың. Жүрегіңде оның өсуіне жол бердің. Құдай күнәні жек көреді. Сондықтан ол сені және отбасыңды жояды. Бұл сөздер патшаға тыныштық бермеді. Ол өзінің істеген барлық істеріне өкінді. Құдай оның жүрегін көріп, оған мейірімділік көрсетті. Біз иеміз Исаның алдында күнәларымызды мойындаған кезде, ол бізге адал болады және барлық күнәларымызды кешіреді. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.